бүгін сен жуасың. Жумаймын, өзің жу. Мен кеше жуғам. Бүгін сен кезегің. Жақында комиссия келейін деп жатыр мектепке. Комиссия кезінде ым-жым шықпау керек. Түсінесің ғой? Мен қашанғы мына орында отыра берем? Жоғарылауым керек. Сол саған айтарым, мына балаларға көз қырыңды сала жүр. Я все понимаю. Но и вы меня поймите. Я же не могу круглосуточно находиться в этой школе. Шаруа бастан асады дегендей. Түсінем, Салтанат, жұмыс көп. Біздің мектептің балаларын білесің ғой? Қиын. Ты же меня знаешь? Мен сені ренжітпеймін. Сола. Ох, бля. Біріншіден, ассалаумағалейкум. Екіншіден, Сула, братан, түсінің ба? Жар, саған не жоқ? Сола. Інімде нелерің бар? Ініңде? Сен пиздес жақсы менен спрос алатын. Не үшін ұрғыздың деймін саған? Маңқа. Жай шамал, сен пиздес шығарсың, кеше кел ал, Стоять! Жай шамал. Ну что опять не поделили? Что за терки? Он сам пришел? Не был Дануар? Айтсаш, не болды? Это ты вчера его избил, да? Да? А чё? Ничего. Просто хочу напомнить тебе, что ты состоишь на учете. Да? Я знаю. Знает он. А ну-ка все по домам! Пошел! Кеттік, Фара. Соның болтыс матрас шеліп қойған. Алсула өзінің системасын орнатты. Әр сынып әр апта соған 1000 теңгеден береді. Алсула оның тең жартысын райондағы Кана братанға грефке береді. Бәрің қалмай бересіңдер ма? Бізде басқа амал жоқ. Суля контуженный. Тіпті бар ғой. Анау инспекторды пысқырмайды да. Кана братанға сеніп алған. Ал Кананың ментурада өзінің жігіттері бар. Кана деген кім? Кана деген бывший спортик. Бокстан Азияның призері. Ол жақта жол болмағаннан кейін черный өмірді болып авторитет жинаған. Соны ағалық отырып шыққан. Негізі жақсы бокс жасатын деп ағам айтқан. Сендерде интернетте система болатын еді? Бізде бірақ бәрі папа-нечем болды. Ұрама? Косяк істесең общий таяқ аласың. Мен баяғыда бір уақытта ма? Атақ ештең болмаған бекен. Не болады дейсің? Тамағын беріп, телевизорын қосып, есік қолтап кеткен. Балаларыңмен сөйлестің бе? Жоқ. Өстіп, жас балалар секілді тығылып жүре береміз бе? Сәл шыдаш. Маған да оңай болып жүрген жоқ. Жақсы.
Ануар. Hı? Мама ана кісімен кездесіп жүрген сияқты, ә? Сен оған қалай қарайсың? Қарсың. Неге? Сол. Мама да әйел ғой. Аузыңды жап та ұйықта. Сен оны қызғанасың ба? Мен де қызғанамын. Ұйықта дедім саған. Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди всех вас хочет съесть. 7, 8, Фредди к вам придет без спросу. 9, 10, когда не спите, дети. Помогите! Все нормально. Ұлы адамдардың ұлы достығы. Адамзат бойындағы ең ізгі, ең шуақты қасиеттердің бірі достық. Достық арқылы адамның жүрегіндегі тыныштық тауып, өзінің тұлғалық қасиетін қалыптастырмақ. Ал қазақ халқы достыққа берік, жолдастыққа адал болу арқылы өзін ақ ниетін мен таза көңілін көрсеткен. Кітап іздеудің, оны оқудың соңында жүрген Абай 1880 жылы Петербордан айдалып келген төңкерісшіл, халықшыл Евгений Петрович Михайлис деген зиялы адаммен таныс болады. Бұл таныстықтың соңы үлкен достыққа ұласады.
Ал қазақ ғылымнан қазынаға толтырған Шоқан Уәлихановтың құбылысы ретіндегі орны бөлек. Жаратылыстан зерек, білімді, қабілетті, тарих пен әдебиетке жан-жақты білетін дарынды бала Шоқан омбыдағы кадет корпусының құшағын айқара ашты. Мойныңа не болған? Ештеңе. Айжандар сөр. Түсінбедім. Біздің мектептің қыздары да бұзықтау. Құрқалайда шет-шет-етте де жүр. Аузыңды жап та тамағыңды ішші. Смотри, куда идешь, тормоз. Орлик. Кеше не деген келсің? Жүрші сұртқа. Whoa.